Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді шығатын нағыз ерлердің тағамы қазан кебап дайындадық. Достар, тағам өте қарапайым жасалады, көп уақыттарыңызды да алмайды және құрамына көп нәрсе де керек емес. Бізге ет, картоп, пияз және түрлі дәмдеуіштер болса жеткілікті. Алдымен картоптарды саламыз. Енді ет турап аламыз. Ірі-ірі кусоктарға тура берсек болады. Тағамның дәмін келтіру үшін шамалы қазы қосып жібереміз. Достар, мінекей картопымыз бауырсақ сияқты әдемі қуырылды. Енді етті қуырып аламыз. Етімізді салғаннан кейін осылай жақсылап етті бір қуырып аламыз. Одан кейін етті қайтадан аламыз. Етімізді қуырып алдық. Енді етімізді салып аламыз. Артық майын құйып аламыз. Одан кейін құйрық майды жібереміз. Етті қайтадан саламыз. Пияз саламыз. Енді картопты бетіне саламыз. Енді дәмдеуіштерін тұзын саламыз. Тұз салдық, одан кейін паприка. Одан кейін шамалы кинза. Сосын кориандр. Енді бетін жауып, жай отта бұқтырып қоямыз. Үстінен бір стакан су құйса да болады, құймай құйса да болады. Мінекей достар, қазан кебабымыз дайын болды. Иісі керемет болып тұр ғой.